Эфирді біз қазақ ұлтына арнап отырмыз. Не үшін? Қазір мен жаңа дәуір қазақ ұлтының өркендейтін, өсетін дәуірі деп айтамын. Кейбіреу айтады, сен жаратушы туралы, Құдай туралы, рух туралы айтып, енді келіп қазақ болып ұлтқа бөлініп отырсың. Бұл да шаблон ғой деп айтатындар бар қасында. Және де оған сенбейтін де жақындарым бар. Қазақ ешқашан өзгермейді, қазақ осы күйінде қалады, бірінші санасы өсу керек деген сияқты нәрселерді айтады. Жоқ, олай емес, ғалам өзінің дегенін жасайды. Ғаламның, ғарыштың өзінің жоспары бар. Және эволюциялық тұрғыда өзінің заңдылықтары бар. Егер де қазақты оятқысы келсе, ол санаулы уақытта оята салады. Мәселен, наурыз айынан бері көп адамда өзгеріс болған менің оқырмандарымда. Оқы деген кітапты оқып, осы бір толқында жүрген оқырмандарымның жаман жаққа өзгеріп жатқанын байқамадым. Бұл жерде біз жаңағы біреуді өсекте, біреуді сыртынан қарала, жаңағы жаман нәрсеге итермелеп жатқан жоқпыз ғой. Өзіңді таны деп жатырмыз. Наурыздан бері айтылып жатқан нәрсе сол. Өзіңді, кім екеніңді таны, рухтық деңгейде өзіңді біл, рухыңмен бірік деп жатырмыз. Ал өткен эфирде мен сіздерге түсіндіріп айттым, высший я мен жалпы қосылу дегеніміз не? Және теориялық тұрғыда жаңа қабаттарды сіздерге түсіндіріп кеттім. Қазір уақыт тәулігіне 24 сағат емес, былтыр біз тәулігіне 14 сағат, 12 сағат деп айтқанбыз. Қазір одан да тез. Сағат, вроде бы бұрынғы сағат, міне сағат осы күйінде жүріп жатыр. Ал бірақ ол қазір тез өтіп жатыр, бізге байқалмай. Тәулігіне қазір шамамен 9-10 сағат, тіпті одан қысқа шығар. Мысалы, бұрынғы біздің ата-аналарымыздың альбомын қарасаңыз, 25-30 жастағы түрлері қазіргі шамамен 50 жастағы, 40 жастағы адамның түрі сияқты. Мектеп бітірген кезде фотоларын қарасаңыз, кәдімгі қазіргі бір 25-28 жастағы адамның түрі сияқты. Біз қартаймай жатқан жоқпыз, уақыт просто тез өтіп жатыр. Уақыт тез, және біз оянып үлгеруіміз керек. Өйткені ғаламда қатты өзгерістер болып жатыр. Планеталарда өзгеріс, жаңағы күн жүйесінде өзгеріс. Орыстардың эфирлерінде де айтады ғой, планеталар орындарын ауыстырып жатыр. Дінде де айтады, ақыр заман болғанда күн батыстан шығады. Бұның барлығы астары бар. Формула былайша айтқанда, оның мәнін түсінуіміз керек. Күн батыстан шығады, яғни планета орын өзгертеді. Және бұған дейінгі эфирде айтып едім ғой, линейный тік уақыт бар ғой, бүгін, кеше, ертең деген. Одан кейінгі уақыттың ішіндегі уақыт деген бар. Одан кейін тағы бір уақыт тұр. Енді нәзік әлемдегі бүгінгі ақпарат уақыт ішіндегі уақыттан да асып, келесі уақытқа өтіп кетті. То есть өзгеріс ғаламат болып жатыр да, тез. Тіпті саясаттағы нелерді, жаңалықтарды бақылаңызшы, күнде бір ақпарат шығып жатыр. Күнде. Енді осыған үйренуіміз керек. Экономика жағынан болсын, жаңағы мәдениет жағынан болсын. Ақпараттар өте көп болады. Күніне бірнеше ақпарат болуы мүмкін. Және де бұрынғыда енді, мысалы, осыдан 2-3 жыл бұрын жердің герці басқаша болатын. Жердің герці төмендеу болатын. Және соған сай біздің әрекетіміздің арт жағы.
яғни төменгі вибрацияға сай әрекет жасаймыз ғой. Мысалы біреуге жемқорлықпен жаңағы пара бересің, біреуден ақша аласың жаңағы левый жолмен. Ондай кезде артың ашыла қоймайтын. Ал қазір байқасаңыздар бірден ұсталып жатыр да. Айтатынымыз сол: жемқорлықты қойыңдар, таза жүріңдер. Өйткені бұл басқа дәуір, басқа уақыт. 2 жыл бұрынғы уақыт емес. Қазір не істесең де уже айналаң біліп отыратын болады. Сол себепті адал жүріп, ақ еңбекпен кәдімгідей түзу жүру керек. Енді жаңағы 2024 жылы, яғни келесі жылы жердің герці 720-ға жетеді дедік. Бұған дейінгі айттым, жер 7 герц болған, яғни төмен болған. Ал қазір көтеріліп келе жатыр. Және де біз қаласақ та, қаламасақ та толық қазақтың негізіне оралып келе жатырмыз. Неге жаңа дәуірді қазақ ұлтының жаңағы өркендейтін дәуірі деп айтамыз? Себебі эволюцияның өзінің сатылары бар. Анау трилобит дәуірінен бастап. Өткенде біреу қалжыңдап сұрап қалды ғой, динозаврлар туралы не айтасыз деп. Динозавр сол трилобиттердің дәуірі. Ол кәдімгідей үлкен сабақ былай. Прямой эфирде оның бәрін бүйтіп мыжып айтпай ақ қояйын. Өткен жолы көрсеттім ғой мен сіздерге схемада. Қайда дедім оны. Сол схемамен очень келе жатырмыз. Мына схема ғой. Неге? Мынамен келе жатырмыз. Biraz тоқтай тұрыңыздар, оңай көрсетейін, Так, мына схемамен біз былай келе жатырмыз. Міне келе жатырмыз. Өстік деп айттық, Және де мынау шексіздік белгісімен физикалық, астралды, менталды әлемдерден өтіп, қайтадан жаңағы қарымта заңын өтеу үшін біз жерге қайта келдік, опыт жинау үшін. Енді қараңыздар, мынандай міне қабаттар бар. 0 деңгей, минералдар дүниесі, өсімдіктер дүниесі, жануарлар дүниесі, саналы тіршіліктер дүниесі. Біз мінекей мына уақытта, бұл кезде біз жерде тұрмыз деп есептедік. Жер планетасы мынау өте төмен болған. 7 герц, міне 7 герц. Бұл кезде біз мына кезеңде өмір сүрдік. Осыған дейін су құйғыш дәуірі, тоқты дәуірі міне осы кезге келеді. Яғни адамзат, жануардан кейін адамның адам болуы, саналы тіршілік иесі әйтеуір. Бұл кезде адамзат әлі мынандай жас бала сияқты болатын. Жас бала болып, кейін уже су құйғыш дәуірі келгеннен бастап біз кемелденген адамзатқа айналдық. Сөйтіп, міне қазір біз астралды тұлғалар дүниесіне өттік. Мынау жер болса, мынау 7 герцтік. Біз ары қарай уже кетіп бара жатырмыз. Біз қазір жерде емеспіз. Бұны енді түсіну қиындау, бірақ уақыт өте келе сіз уже түсінесіз. Бұл былай қарай кетіп бара жатыр. Мына жақта уже 250 герцтен жоғары қарай. Уже 2024-те 720 герцке кетеді. Күнде энергия күнде көтеріліп жатыр. Және соған сай біздің ДНК-мыз күн сайын өзгеруде. Мына кезде біздің ДНК-мыз биологтар түсінеді. 2 тізбекті болса, қазір былай өзгеріп, ДНК уже 12 тізбекті болады. Көрдіңіздер ма? 12 тізбекті болады. Ары қарай уже жердің вибрациясы өскен сайын біздің ДНК-мыз 36-ға дейін өсіп кетеді.
Бұл кезде не болады? Мінекей, адамның ұша алатын қасиеті, барлық өлшемді көре алатын қасиеті мінекей осы кезге келіп тұр. Қазақтың мынау қанатты оюы бар емес пе? Қандай еді? Былай, қанатты оюын түсіндіңіздер ғой? Міне осы кезге келіп тұр. Ал июль айынан бастап, осы июль бүгін қаншасы? 4-е. Осы июль айында жердің вибрациясы вообще жоғары болады да. Ол енді біз оны сезінеміз, жақсылап тұрып сезінеміз. Уже вибрация көтерілгенде жердің, жер былай қарай көтеріліп бара жатыр ғой. Июль айында тіптен қатты болады дейді. Энергия. Қазір анау кванттық секіріс деп айтады ғой жалпы. Квант деген сөздің өзі жарық деген сөз. Жарық күштері кіріп жатыр деген сөз ғой. И біз оған қарсы болсақ та, болмасақ та, ғалам өз дегенін істейді. Неге? Өйткені біз адамзат жер планетасының тек 5% құраймыз. 5% құраймыз, ал 95% ол біздің көзімізге көрінбейтін басқа күштерді құрайды. Сондықтан жаңағы 95% 5%-ді қалай солай жеңіп кетеді. Төменгі вибрациялы жерде өмір сүрдік. Соқыр мұлқа осы күйде біз өмір сүрдік қой. Біреудің айтқанымен, дұрыс па десе, дұрыс емес па десе, дұрыс емес деп. Мен көрген нәрсеме сенем, басқа нәрсе мен үшін жоқ деген, неке осындай кезеңде біз өмір сүрдік. И бірден қазір жаңа дәуір тапырлап есікті қақпай-ақ кіріп келген кезде, былайша айтқанда есіміз шығып кетті. И бұл нәрсені мүлдем түсінбейтін адамдар қазір денсаулықпен былайша айтқанда сезіп жатыр. Біреуінің жаңағы бас ауырады, давлениясы, ал енді жаңағы үркерліктер туралы. Үркер деген ол бізден жоғары өркениет, бізден жоғары цивилизация. Олар өздерінің планетасы бар, біздің алдымызда өмір сүріп кеткен, яғни опыттан өтіп кеткен цивилизация. Солардың жазып кеткен кітабы бар. Жаңағы «Приносящий рассвет». Мартта оны бізге берген, оқиық деп сол кезде айттым ғой, не жазылған жалпы. Сонда естеріңізде болса айттық, жаңа дәуір келген кезде шизофрения ауруымен ауыратын, жүйкесі сол жаңағы жарық энергия күштерін көтермейтін адамдар өте көп болады, ал қазір сондай болып жатыр. Өйткені қазір алтын дәуір ғой. Алтын дәуір, ескі дәуірден жаңа дәуірге өтетін переход кезең. Жер планетасындағы айтулы қанша уақыттан бері күткен сәт бұл. Бүкіл біздің әлем, нәзік әлем, одан жоғарғы әлемнің барлығы күткен сәт. И жаңағы жер көтеріліп, жоғарғы нәзік әлеммен біз қосылды деп айттық қой. Сол үшін вибрациямыз көтеріліп тұр. Ал осы кезеңде просто так, простой рухтар келген жоқ жерге. Сізде басқасы да простой емес. Сұранып келдіңіздер, және әрқайсыңыздың бойларыңызда қасиет бар. Соны просто түсінбей отырсыздар. Ал вибрация көтерілген кезде сол қасиет автоматом оянып кетеді. Кейбіреуінде көріп келдік, кейбіреуінде емшілік, кейбіреуінде жаңағы алақан қызу, кейбіреуінде жаңағы басқа өлшемдегілерді көру. Басқа измерениядағылар қасымызда толып жүр ғой, қазір просто біз көрмейміз да. Кейбір адамдарда ол уже ашылып кетіп жатыр. 6-шы сатының балалары деп жатырмыз, енді олар оқып осының бәрін түсінгеннен кейін, оларда әдейі жаңағы кезінде мен регрессологияны оқытып, осы нәрселерді түсіну үшін әдейі бізді жинақтады. Олар түсінгеннен кейін қазір біліп отыр. Галактикалар туралы, жаңа планеталар туралы, күнде жердің қанша герцке көтерілгенін, планеталар қалай орындарын ауыстырып жатыр, адамдардың ДНК-сы қалай өзгеріп жатыр, біздің денсаулығымызға олар қалай әсер етуде, жаңағы қандай күштер бізде қызмет етіп жатыр, олардың барлығын олар білуде. Ал бұл ақпараттан мүлдем бейхабар,
мысалы қарапайым адам болады да, мысалы кітаптың бетін ашпайтын, былайша айтқанда құр сериал көріп отыратын, иә, адамдардың бәрі бірдей емес қой. Вот алады да қасиеті ашылып кетті жаңағы вибрациямен. И ол мысалы ауылдық жерде тұрады, қасындағылардың барлығы түсінбейді, ол бағанағыларды көреді, басқа күштерді, ойбай деп бағана байбалам салады. Сосын не дейді оған? Шизофрения дегенде жаңағы диагноз қояды. Уже сондай нәрселер көбейіп жатыр. Және бұл 2003 жылы бізге уже айтып жазылып қойған. Сондықтан сіздерге нәзік әлемнен айтылып тұрған нәрсе, жақыныңыз немесе өзіңізде бір қандай да сондай қасиет ашылып жатса, немесе бір жақыныңыз, ойбай, мен осындай нәрселерді көретін болдым, жаңағы табиғат қорғаушыларын көретін болдым деген сияқты нәрселерді айтатын болса, жындыханаға апаруға асықпаңыз, сөйлесіңіз, осы нәрселер осындай болып жатқанын, қазір мынандай переход уақытында өтіп жатқанымызды, мынандай көпірден, ескіден жаңаға өтіп жатқан переход кезінде болатын нәрселердің барлығын түсіндіріп айтыңыз. Жерге өте мықты энергиялар қазір түсіп жатқанын, және осы шілде айынан бастап ол энергия тіптен күшейетінін түсіндіріп айтуға тырысыңыз. Өйткені ешқандай ол шизофрения деп оны қамап тастасаңыз да, оған ешқандай дәрі, ештеңе көмектеспейді. Басыңыз қазір давлениеңіз түспей, басыңыз дыңылдап, төбеңіз шыдатпай ауырып сөйтіп жатса, дәрі көмектеспей жатыр деп жатсыздар, иә? Көмектеспейді. Өйткені бір ғана нәрсені талап етіп тұр бұл жерде. Өзіңнің ішіңе үңіл деген нәрсе. Біз бұған дейін бәрін танытық қой, айналаның, абсолютно бәрін білеміз да, бәрін білеміз, жаңағы әнші, танымал адамдардың бәрін білеміз, жатқызып тұрғызамыз. Не ішіп, не киетін, киген киімінің қай брендтен, қай магазиннен бар болатынын білеміз. Бәрін білеміз. Еще жағалаш жүреміз да әркімнің өміріне. Комментарий жазып, сен сөйтсеш, бүйтсеш деп. Өзімізді білмейміз. Сіз кімсіз мысалы? Мынау менің қолым, мынау менің аяғым, мынау менің басым, мынау менің құлағым. Ал мен деген кім вообще? Кім мен деген? Вот осы нәрсені түсінсін. Рухани тек қана даму, бұл тығырықтан шығатын жол деп қазір түсіндіріп тұр. Соңғы бізге беріп жатқан ақпарат осы ғаламнан. Және де ауа райын көріп жатсыздар, иә? Ауа райы басқаша, бұрынғыдай емес. Бұршақтардың өзі алақандай. Шетелдегі ақпараттарды қайта бізде көп жарияламайды. Телеграмда бар сондай каналдар. Көріңізші, аспандағы бұлт та басқаша. Аспанға қарасаңыз, как будто қазір аспан жақындап кеткен сияқты. Сосын жаңбыр да, найзағай да, дауыл да мүлдем бұрынғыдай емес, өзгерген. Кешегі Каспийдің Ақтауда жаңағы болған жер сілкінісі. Ол негізі жаңағы теңізде болған астындағы сілкініс. Уайымдамаңыздар, теңіз қалпына келеді, оның астында да үлкен өзгерістер болып жатыр. Жалпы өзгерістер тек қана бізде емес, жердің астында да өте көп қой, бізден 1000 есе көп цивилизация бар. Оларда да өзгеріс болуда. Және басқа планеталарда да, галактикада да өзгеріс болуда. Және біз білмейтін қаншама сансыз планета бар, барлығында, абсолютно бәрінде өзгеріс. И бәрі өзгеріп жатқан кезде сіз ғана отырмайсыз ғой, мысалы. Жоқ, мен өзгермеймін деп. Сізді по-любому өзгертеді. Сондықтан қанша қырсықсаңыз да, ол денсаулықтан ұстайды, немесе басқа жағынан ұстайды. Қиналмас үшін сіз осы нәрселерді түсініп алғаныңыз дұрыс. Енді таңдау еркі өзіңізде, әрқашан айтам. Қаласаңыз